жұртқа болсын дегенде. Қарашаның ұлы Бәйдібек би бабамыз бақ қарап қыдыр дарыған кісі екен. Бабамыздың екінші әйелі Нұрила анамыз домалақ ана, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның 21-ші ұрпағы Мақтұм Ағзам бабамыздың немересі. Әзіреті сұлтан түсінде аян беріп, немереңнің кім бірінші білегінен ұстаса, қызыңды соған бересің деген сөзі атасының көкейінен кетпей қояды. Құдыққа құлап кеткен 14 жасар қыздың білегінен ұстап шығарған Бәйдібек би бабамыз екенін баршаңыз білетін боларсыздар. Екеуінің жас айырмашылығы 22 жас екен. Бидің Нұрила қызды балама алып беріп, келін қылайын деген сөзіне қарамай, атасы немересін келесі жылы биге ұзатады. Әулиенің аяны бекер емес екенін, мұның артында үлкен сыр жатқанын Мақтұм Ағзам бабамыздың іші сезеді. Ұлан асыр тойдан кейін замандастары Бәйдібек биден сұрапты деседі. Құдай қай мінезіңді ұнатты, пайғамбар қызын беретіндей қандай қасиетіңмен Құдайға жақтың, депті. Сонда Азулы би, Құдайға сақилығыммен жақтым. Мен өзіме емес, жұртқа болсын дегенде, Құдай маған болысты. Халқыма адал қызмет еттім, қадірім соның ішінде болды. Сүйікті пайғамбарымыздың назарына ісімнің, ойымның, бойымның тазалығымен іліктім. Ата салтын ұстамайтын арсызбен қас болдым. Қызыр ғалейхиссаламмен ажырамас дос болдым. Қызырдың маған назарын салғаны сондай, менің ұрпағымның қара жаяуы болмайды деген екен жарықтық. Сол айтпақшы, Бәйдібек би бабамыздың ұрпағында бүгінде қара жаяу адам жоқ. Ел бастаса көсем, сөз бастаса шешен. Қол бастаса батыр, жыр жазатын ақындар да бидің ұрпақтарынан шықты. Бабамыздың бағын домалақ анамыз ұстап қалып, ұлағатты ұрпағына дарытты. Бұдан түйер ой, елге болсын дегенде Құдай бізге болсады. Мен деген шөл, біз деген көл. Мен бар жерде Құдай жоқ деп қазақ бекер айтпайды. Елде болса ернімізге тиеді. Еліме дегенде Құдай көл қосыр қылып, үйіп төгіп береді бізбен сізге. Қарабасының қамын ғана ойлап, дұғасын тек дүниесіне арнағанды қазақ сарт дейді. Дұғасын еліне арнап, жұрттың қамын ойлағанды атам қазақ мәрт дейді. Жұртқа болсын дегенде Құдай бәрімізге болсады. Қарабасымыздың ғана емес, халқымыздың қамын ойлап, ұрпағымызбен мұң жасайық.